Саламатсыз ба Гүлсара? Қалыңыз қалай? Жақсы. Қош келдіңіз. Поздравляю. Рахмет. Mana Roy кооперативінің көмегімен алған үйіміз осы біздің түрлетіңіз. 2019 жылы жаздың күні құрбыларымнан естідім. Осындай Рой деген кооператив Орал қаласында ашылған екен, Алматыға келіп жатыр. Және оған көп өзіміздің алматылықтар кіріп жатыр дегенді естіп, қызықтырды мені. Содан кейін барып офиске біліп, программалармен танысып, маған өте ұнады. Дегенмен де әрбір іске бір ойланып, қадам басамыз ғой енді, ойланып, біраз ойландым. Сөйтіп, сол Шымкент қаласынан тіркелдім. Отпуска біткесімен Алматыға келдім. Содан кейін ай сайынғы пайлық үлестерді, жарналарды салып отырдым. Кейін жарнаның уақыты біткеннен кейін Алматыдағы офиске бардым да, келісімшартты Алматыға ауыстырдым. Біз енді Алматы қаласында бір бөлмелі үйіміз болды. Енді балалар кішкентай кезде ол бізге білінген жоқ, оның кішкентайлығы. Кейін балалар өскеннен кейін оларға жеке бөлме керек болды. Соған ойланып жүрдім. Аллахтың қалауымен өмір өзі адамға өлшеніп беріледі екен. Жолдасымның өмірден ерте өтуіне байланысты балаларды жалғыз тәрбиелеуге мәжбүрмін қазір кезде. Бірақ Аллахқа жалып жоқ, ешқандай шүкір Аллахқа. Алла тағала барлығын ризықтандырушы, бізді соған қарамай, еш нәрсеге қарамай алдыға жылжып келе жатырмыз. Қазір енді осы үй Аллахтың қалауымен болды. Барлық нәрсе Аллахтың қалауымен. Ройға келіп кіргендігім, осының барлығы бір Алла тағаланың бір өзінің жасап қойған программасы сияқты маған. Осы жерге келіп, үйді алып, қазір тұрып жатырмын, шынымды айтсам бір ғажайып ертегі сияқты. Рой бұл адамдарға бір Аллахтың сыйы деп ойлаймын. Егер шындығында да мен Ройға кірмесем, мұндай мүмкіндік менде болмайтын еді. Осындай үйді алу маған тек қана Ройдың көмегімен келді. Бірінші Аллахтың, одан кейін Рой кооперативінің көмегімен. Шынымды айтсам, енді мына Рой кооперативіне кіргеннен кейін менің жүрегім бір тыныштық тапқандай болды. Мен кіргеннен кейін айлық үлес жарналарын төлеп біткеннен кейін әртүрлі сынақтар болды, карантин болды, білесіздер. Одан кейін де бір жұмыстар болып жатты, кезек жайлап жүріп жатты, бірақ мен еш нәрсеге қарамадым. Көп адамдар шығып кетіп жатты деп естіп жатырмыз. Көп адамдар Ройдың артынан әртүрлі сөздер айтып жатты, бірақ мен өзімнің сеніміме селкеу түсірмедім. Мен сендім Ройға, осы алатындығыма және Аллахқа тәуекел етіп, сабыр сақтап отырдым. Нәтижесінде 1 жыл 8 айдан кейін Рой кооперативінің көмегімен міне осындай жақсы керемет үйге қол жеткіздік. Үй кең, 9 соттық жері бар, және ол жерде бақша бар, жаңағы алма, шие, қарақат, бүлдірген, құлпынай, барлық огородта бар, бұрынғы иелері өсірген екен. Және бұл үй 2 қабатты, 174 квадрат метр. Бірінші қабатта кең кухня, зал және бір жұмыс істейтін кабинет. Екінші қабатта 4 жатын бөлме бар. Және бұл жер газбен, сумен, электроэнергиясымен толық қамтамасыз етілген. Мен өзім осы жердің пайсыз екендігін біліп, кіргеннен кейін басқаларға да айта бастадым да, Ройға давайте, осындай Рой деген кооператив пайсыз үй алу мүмкіндігі бар екен деп. Көп адамдар маған сенген жоқ. Мүмкін емес деген сияқты қылып, себебі біздің халқымыз өсімге, пайызға сондай қатты сеніп кеткен да. Ешкім сенген жоқ, ол мүмкін емес. Оларға қандай пайда бар деген сияқты әңгімелер айтқандар болды, бірақ ол кісілердің ойына ілескен жоқпын. Өзім сенімімді бірінші Аллахқа тәуекел еттім, одан кейін Ройға сенімімді сақтадым. Сондықтан мен сеніміме селкеу түсірмей, аяғына дейін күттім. Да, понятно, кое-какие проблемы в мире в целом произошли. Но у нас есть для всех наших пачек хорошая новость. Какая? Кооператив стоит на ногах. Осындай кең баспанаға ие болуыма мүмкіндік берген Рой кооперативінің құрылтайшыларына, әсіресе Арген Орынғалиұлына және оның қызметкерлеріне, көмекшілеріне, барлық қаладағы өкілдеріне үлкен алғыс айтамын. Арген Орынғалиевичтің жұмыс ісі оңға баса берсін. Және оған сенім артатын халық өздерінің баспаналарын кезегімен және тезірек
көмек алуына тілектеспін. Сол үшін мен өзімнің қазіргі қайтарып жатқан немді, үлестік жарнамды уақытында қайтарғым келеді, уақытында бергім келеді. Менен кейінгі кезегін күтіп отырған халық уақытында осындай қуанышқа ие болса екен оларда. Соған тілектеспін. Үйіміз тамаша, берекетті үй болсын. Және осы өзімнің бір алғыс лебізім ретінде бүгін Рой кооперативінің алматылық қызметкерлерін қонаққа шақырып отырмын. Кең дастарханды жайып, өзімнің қуанышымды сол кісілермен бөліскім келеді.